Қайырлы күн достар. Бүгін 3-ші тоқсанның 8-ші сыныпқа арналған химия пәні бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдаймыз. Ең алғашқы сұраққа назар аударыңыздар. Атом радиусының өсу реті бойынша орналасқан элементтер қатарын табыңыз. Сіздерге нұсқалары берілген. Бұл жерде жауап Д болады. Осыны белгілеп кетіңіздер. Сыртқы электрондық деңгейінде электрондар саны бірдей элементтерді табыңыз. Бұл жерде бізде берилий болады. Кальций және магний. Себебі бұл үшеуі де екінші топта орналасқандықтан, оның сыртқы деңгейдегі электрондар саны бірдей болып келеді. Келесі элементтерді бір топқа біріктіруге негіз болатын қасиеттерді атаңдар. Жоғарғы тотығу дәрежесі +1 валенттілігі 1, белсенді сілтілік металдар жоғарғы оксиді деп жазып кетсеңіздер болады. Үшінші сұрақ: топ период атом нөмірін оның физикалық мағынасымен сәйкестендіріңіз. Топ нөмірі бізде сыртқы деңгейдегі электрондар саны, период нөмірі ядродағы протон саны, ал атом нөмірі деп біз атомның ядро зарядын, атомдағы электрон санын және энергетикалық деңгейін көрсетеді. Кеттік ары қарай. Мына берілген металдар металдық қасиеті артуы бойынша орналастырыңыз. Металдық қасиеті арту бойынша дейді міне. Осыны жазып кетсеңіздер болады. Металдық қасиетінің арту себебін түсіндіріңіз. Себебі солдан оңға қарай сыртқы қабатындағы электрондар саны кемиеді. Бесінші сұрақ: көміртекке қатысты келесі тұжырымдардың дұрысын анықтаңыз. Нұсқалар берілген, бұл жерде үшеуі дұрыс келіп тұр. 2 энергетикалық деңгейі бар. Ұшқыш сутекті қосылысы CH4, тотығу дәрежесі +4, -4, +2 болады. Кеттік ары қарай. Сутек пен бром атомдарының арасында химиялық байланысты анықтаңыз. Сутек пен бромның арасы ковалентті полюсті болады. Нүктелер және крестер диаграммасы арқылы сутек пен бром атомдарының арасында түзілуі мүмкін байланыстың схемасын құрыңыз. Міне сіздерге жазып кеттім. Дәл осы схеманы, осы нүктелерді міндетті түрде белгілеп отырып жазып кетсеңіздер болады. Қаныққан ерітінді концентрлі ерітінді бола ала ма? Жауабыңызды түсіндіріңіз. Қаныққан ерітінді концентрлі бола алмайды. Себеп қаныққан ерітінді әрі қарай зат ерімейді, ал концентрлі ерітінді ериді. Деп қысқаша жауап берсеңіздер болады. Нитий және фтор атомдарының электрондарының энергетикалық деңгейлерге таралуын көрсетіңіз. Міне мына екеуін жазып кеттік, дәл осылай белгілеп кетсеңіздер болады. Литий және фтор атомдарының арасында иондық байланыстың түзілуі сызбасын көрсетіңіз. Дәл жаңағыдай бұны нүктелерін мен иондарын барлығын жазып дәптерге осылай көрсетсеңіздер болады. 9-ші сұрақ: заттардың ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіріңіз. Қатты заттардың ерігіштігі температура жоғарылағанда артады. Себебі қатты заттардың ерігіштігі температураны көтергенде артады. Себебі температураның әсерінен диффузия тез жүреді. Газдардың ерігіштік температура жоғарылағанда кемиді. Себебі бұл жерде газ бөлшектері арасындағы қашықтық үлкейеді. Түсінікті? Жақсы еритін затты анықтаңыз. Берілген нұсқалардың ішінде ең жақсы еритін калий гидроксиді болады. 11-ші сұрақ: суда калий перманганатын еріткенде
байқалатын құбылыстарды түсіндіріңіз. Құбылыстарды жазып кеттім. Бұл жерде түсі өзгереді, тығыздығы өзгереді, қату температурасы өзгереді. Оған түсініктеме ретінде біріншісі калий перманганаты түйіршіктері сумен араласады. Тығыздығы өзгергенде калий перманганаты судың тығыздығын арттырады, ал температурасы өзгереді дегенде қату температурасы жоғарылайды. Түсінікті? Мына берілген суретте затты араластыру арқылы алынған ерітіндінің пайыздық концентрациясы қанша? Бұл есепті жалпы шығарып кеттік, бірақ та сіздер қысқадан нұсқа жауабын 28% деп белгілеп кетіңіздер. Мұғалім оқушыға 200 грамм 30%-ық ерітінді дайындауды тапсырды. Ерітінді дайындау үшін оқушы қанша тұз және қанша су алуы керек? Бұл есептің де жауабы 60 грамм тұз, 140 грамм су болады. Малярлық концентрация дегеніміз не? Ол 1 литр көлемде еріген заттың мөлшері. Түсінікті? 500 мл ерітіндіде 5 грамм натрий қош ерітіндінің малярлық концентрациясын есептесек, бұл бізде 0,25 моль на литр болады екен. Осымен біздің 8-ші сыныпқа да арналған 90-дық бақылау жұмыстарын аяқтадық. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып сұрай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жауабын қайтарамын. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Пока-пока. Подписаться етіп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.